Алтай Аманжолов қазақ түркілегісінде, оның ішінде мына тіл біліміне қатысты ғылымдарда үлкен еңбек сіңірген ғалым, қайраткер ғалым. Бұл кісінің еңбектерін мен өз басым жас кезімнен оқып өстім. Атап айтқанда ол кезде білім және еңбек деген журнал шығатын, соның беттерінде осы кісінің мына түркі жазулары туралы, жаңа тасқа қашылған руникалы жазулар туралы айтқан еңбектері жазған мына мақалалары жиі жарық көріп тұратын. Одан басқа бұл кісінің кітаптарында оқыдым. Тек қана руникалық жазулар емес, тіл біліміне кіріспе дегенде кітабы болды. Ол мына лингвистикалық еңбек. Бүгінгі конференция менің ұстазым профессор Алтай Сәрсенұлы Аманжоловқа арналып отыр. Ол кісінің 90 жылдық мерейтойы болып тұр ғой. Соған байланысты өтіп жатыр. Бұл жерде Алтай ағаның ғылыми еңбектерін насихаттау, еске алу, жерлесіміздің бұрын көп елене бермейтін жұмыстарын талдап, халыққа түсіндіру мақсатын ұйымдастырылып отыр екен. Ұйымдастырып отырған Төлгетай Кетбұға ұйымы, мен өзім сол ұстазыма арнап Аманжолов және ономастика жөнінде баяндама жасаймын. Өйткені сол кісінің жетекшілігімен диплом қорғадық, кандидаттық жұмыс жаздық. Сондықтан осы ұстазыма байланысты арнайы баяндама жасайын деп келіп отырмын.